Әдетте менен көбісі «Луиза, сен күніңді қалай өткізесің?» деп сұрайды. Мен әдетте күнімді былай өткіземін. Таңертең оянып, көзімді ашар алдында қолымдағы барыма ризашылығымды білдіремін. Суға шайынып алғаннан кейін медитация жасап, жарты сағат Құдайға құлшылық етемін. Сосын таңертеңгілік гимнастика жасаймын. Менің таңғы асым жемістер мен шөптен жасалған шайдан тұрады. Маған тағам берген үшін мен тағы да жер-анаға алғыс айтамын. Айнаға барып жаттығу жасаймын. Мына сөздерді дауыстап айтамын. «Луиза, сен кереметсің. Мен сені жақсы көремін. Бұл менің өмірімдегі ең тамаша күн. Сенің білгің келген нәрсенің бәрі саған өзі келеді. Барлығы тамаша». Әдетте мен таңғы асқа салат жеймін және асыма шүкіршілік етемін. Күндіз мақсаттар жазылған таспаны тыңдаймын. Кешкі асқа буланған көкөністер мен каша жеймін. Кейде тауық не балық жеймін. Ұйықтауға жатып, өткен күнді ойша шолып өтемін де оған алғыс білдіремін. Мен тамаша ұйықтаймын және таңертең керемет күн үшін тұрамын деп айтамын. Ерсілеу естіледі, рас емес пе? Ал сіз күніңізді қалай бастайсыз? Таңертең сіз тұрған кезде сіз не айтасыз, не ойлайсыз? Таңертең оянып, Құдай-ау, тағы да ояну керек, басқа күн деп ойлаған уақыттар да есімде. Және қалай елестетсем, тура солай алдымнан шығатын. Бірінен кейін бірі қаптаған кесапаттар. Қазір көзімді ашар алдында жақсы түсім үшін және менің өмірімдегі барлық жақсылықтар үшін алғысымды айтамын.